Алматыда Түркістан газетінің жанынан құрылған Алдаспан интеллектуалдық клубының кезекті отырысы трансшекаралық өзендер проблемалары мен Қазақстанға төндірер қаупі тақырыбында өтті. Дөңгелек үстелге саясаттанушылар мен экологтар, гидролог мамандар қатысты. Дөңгелек үстелдің модераторы саясаттанушы Айдос Сарым жалпы бүгінгі тақырыптың өзектілігіне тоқтала отырып, мәселені 4 түрлі бағытта өрбітуді ұсынды. Мен бүгінгі әңгімені біріншіден 4 тақырыптың айналасында жүргізу дегенді ұсынып отырмын. 4 бассейнге байланысты. Біріншісі сөзсіз үлкен мәселе ол Ертіс бассейні, оның Қазақстанның экономикасына, табиғатына, экологиясына әсері. Екінші әңгіме сөзсіз енді талай даулы болған, талай мәселені тудырған, ол мынау Сырдарияның аңғары, соның айналасындағы аймақтар, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан сияқты елдердің бүгінгі тіршілігі. Енді үшінші мәселе ол сөзсіз Ресеймен қарым-қатынастағы Орал мен Жайық мәселесі және Каспий мәселесі айналып келген кезде, және бәлкім бұл трансшекаралық деген әңгіме келмейтін шығар, бірақ жалпы түсінік ретінде, жалпы үлкен бағыт ретіндегі жалпы Қазақстандағы су мәселесіндегі көзқарас. Кеше ғана шешім қабылданды. Енді біздің экология министрлігі су ресурстары деген министрлік болып аталды. Алайда бұл жолғы тақырып негізінен Қытайдан бастау алатын өзендер мәселелеріне көбірек ойысты. География ғылымдарының доктор гидролог ғалым Жақып Достай біздегі өзендердің 50%-ның суы шетелдерде жатқандығын айтты. Жалпы тарихи жағдайда, географиялық жағдайда Қазақстан барлық ірі өзендердің ортасында төмен жағында орналасты. Ресей және Қытай империяларының бөлісу арқылы мына Іле мен Ертіс, Емел өзендерін бөліп тастады. Бізге осы өзендердің төмен жақтары қалды. Одан кейін Сырдария, Шуталас, Еділ, Жайық, Тобыл. Бұл өзендердің барлығының бастары шетелдерде жатыр. Жалпы алғанда бізде жалпы 100-ден аса текше километр судың 50%. Сондай-ақ ол Қытай мен екі ел арасындағы келіссөздердің әлі күнге дейін бір ізге түспегендігін сөз етеді. 8 жыл болды мынау Қытай менен жылда 2-3 рет рабочий группа дейміз, жұмысшы группасы, олар кездесіп, алысып жанында бағалау жөніндегі. Олар созғысы келеді. Жылда где-то 100 мың, 200 мың гектар жер қосылады. Енді осы мәселе бойынша біздерде мамандар тартпағандықтан көп нәрселерге протоколдарға қол қойылып кеткен, соны түзеумен айналысып жатырмыз қазір. Қытай Халық Республикасының комиссиясының бастығы, су шаруашылығы министрінің орынбасары Юн деген 10 жыл болды. Өзгермей келе жатыр. Біздерде 5 адам өзгерді. Енді биыл 2014 жылы Қытай Халық Республикасы менен Іле Ертіс өзендердің су қорларын бағалап, 31 декабрьде біз келісім шарттың 2-3 вариантын уже дайындап қойдық. Ол 92 жылы қойылған, баяғы 83 жылғы Совет үкіметі кезіндегі шартпенен, мына 2009-10 жылы Медведев деген кезде соған бір қайттан мынау алайға кіріп кеткенін қайдан протоколын өзгертті. Кабальные условия. Мына Ертіс бойынша 28 куб/километр суды Ресейге беретін. Бар жоқ біз 30-35 куб/километр қалыптасады Қытай менен бірге. 28-ін берсек бізге не қылады? Қытайға алып қойса бізде түкті қалмайды ғой. Жайық өзенінің жоғары жағында 4 субъектісі бар Ресейдің. Челябинск, Башқұртстан, Омбы, тағы басқа облыс 4 облыс бар. Олардың ішінде 1000-нан астам бөген бар. Экономика ғылымдарының докторы, эколог Атамұрат Шаменов бізге келетін сулардың экологиялық қаупі туралы сөз етті. Енді біздің жұмыс жасайтынымыз трансшекаралық сулардың Қазақстанға келіп жатқан сапасын, көлемін, басқа жағын тексеру нашар. Гидрологиялық посттар бар. Оның жаңағы тазалығын сақтап отыратын нәрселер бар. Оны қарайтын мекеме бар. Кезінде мынау Қазгидромет деген мекеме бар. Соны мен 6 жыл басқарғанмын. Міне, бүгін қарасам мына посттардың санына. Қазір мынау 298 гидропост қалыпты. Бұрын қанша болады? Мынау 1 январь 96 жылы. Мына біздің саламызда 322 пост істепті. Біз сол кезде байбалам салатынбыз. Ойбай пост аз, жетпей жатыр, өлшемей жатырмыз деп. Сондықтан біздің әлсіздігіміз сондай ана басқа мемлекеттердің өзінің экономикасына пайдаланып алып, көршіге лақтырып тастаған судың сапасын тексеруге қауқарымыз жоқ. Саясаттанушы Сұлтан Әкімбеков Қытайдан бастау алатын 34 өзеннің суларын бөлісу туралы әңгіменің 20 жыл ішінде биыл ғана келісілгенін айтады. По Китаю у нас 34 реки к нам притекает. Насколько я помню по цифрам, из них 7. Олар қазір 635 деген бағдарламаны жүзеге асырып жатыр. Олардың солтүстік-батысты игеру жобасы бар. Алайда ол жаһандық бағдарлама, ал мына 635-ші бағдарлама суға қатысты. Олар бұл мәселені Шанхай ынтымақтастық ұйымы деңгейіне де Ресеймен бірге шешуге де келіспей отыр. Ресей мен Қытай арасында ондай келіссөз бар, ал бізде жоқ. Сондықтан бұл келіссөзге Қытаймен бірге Ресей қатысса жақсы болар еді. Участвовал в этих переговорах, потому что у России такой договор с Китаем есть. И, конечно, был
было бы нам немножко проще, потому что мы не слишком неравные у нас. дейді ол. Саясаттанушы Расыл Жұмалы 20-22 жылдың ішінде әлі күнге дейін өз мүмкіндіктерімізді пайдалана алмай отырмыз дегенге тоқталды. Мемлекеттік бір тұғыр көзқарас қалыптасқан жоқ. Біз әркез осы салдарына қараймыз. Егер шын мәнісінде бұған бір мемлекеттік көзқарас болатын болса, неліктен жаңа мамандар дайындалмайды? Неліктен құзырлы жақсы делегациялар? Әлінше бір министрлігіміз бар, қолынан түк келмеді, тіпті өз жерге дұрыс барып зерттеу жұмыстарында жүргізе алмады. Яғни аты затына сәйкес келмейтін болса, оған отырып бір қанағаттану меніңше жеткіліксіз. Біздің қолымызда ондай мүмкіндіктер бар. Қаншама Қытай жағы біз игі көршілестікте сақтап қаламыз десек те, Қытайды енді түсінетін жұрт қой. Сондықтан ондай мүмкіндіктер, мысалы жаңағыдай аймақтық тұғырды қалыптастыру арқылы, жаңағы шоста көтеру арқылы қалай болғанда да сол ойыншылармен, мейлі Қытай болсын, мейлі Ресей болсын, солар әу баста берген ойын ережелермен олардан шыға алмай келе жатырмыз. Саясаттанушы Бөрікқан Нұрмұхаметов ішкі саясаттағы жүйесіздіктің салдарынан бүгінгідей тығырыққа тіреліп отырмыз дейді. Комитетте мысалы бір 10 жылда 20 адам ауысса бар ғой, кім келіссөз жүргізеді? Қанша миллион гектарға су жетпей жатыр. Сол су жетсе, мына біз қазір жол салып жатырмыз, батыс Қытай, батыс Европа дейміз. Мына Өзбекстаннан тағы да қосылады дейді. Пакистан, Афганистан. Бұлар қосылғаннан кейін мына Шымкентте, сосын мына Алматы облысында, Ақтөбеде 4 халықаралық логистикалық транспорттық хабтар ашылады дейді. Сонда осы аймақта Шымкент облысында жәндегі қандай өндіріс жиналып осы жолға шығады сонда? Каналдар салынбаса, су әр шаруаға жеткізбесе, ол сосын жеке шаруа өзін істей алмайды. Оны тек мемлекет істейді. Сол себептен мен ойымша мемлекет өзінің назарын бұл жерге жақсылап бөлмесе, қарамаса, бұл мәселе шешілмейді. Арнайы Түркістан газеті үшін Есен Байнұр. Келесіде кездескенше